шектеп, жылдар өтер ептеп, біздер шыққан көктеп, бәрімізді қосқан бір мектеп. Кетсек те алысқа, жетсек те табысқа, журналды тақ ұста, кім бар кім жоқ бүгін старыста. Мектептің қоңырауы әлі соғып тұр, шаттандым достарымды тағы көріп бір. Қанша жыл қиырда жүр, баяғыдай қыздардың бәрі әдемі, ішінде мен гүл берген ару бар еді. Сыныптастар, сырластар, класстастар, құрдастар, бұл тәтті балалықтың жалғыз әлемі. Алаңсыз шағыма, барайын бағыма, қосылсын билейміз атақты руки вверх. Тағы да өмірді жалғандар, хабарсыз қалмаңдар, орындала берсін анкетаға жаз. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, ұстаздар. Мына бүгінгі мына салтанатты күн екен. Осы 83-ші жылғы осы 8-ді бітіріп, 8-ші класс бітіріп, 42 жыл болған екен, осы мектептен кеткеніме. 83-ші жылғы бітіріп, мына Санкт-Петербург деген жер, Ленинград жерде осы токарь мамандығын иесі болғанмын, осы мамандығы. Ана осы ауылда Переверов деген адам болды, соған көпті лайық бала кезінен көп қызықтап, ол адамның өте еңбегі сіңген адам болды. Темір жолының шебері деп айтамыз ғой, қазақша айтқанда. Сол мамандықты иегері болдым, Ленинград, Санкт-Петербург жерінде. 3 жыл. Саламатсыздар ма, құрметті де аяулы ұстаздарым, алыс жақыннан келген қонақтар, 50 жылдық, 45 жылдық, 40 жылдық, 35 жылдық, 20 жылдықтар келіп жатыр. Және бүгінгі мектеп бітіруші түлектер, сіздердің жолдарыңыз ақ болсын. Мына жоғары, қазір УБТ тапсырайын деп отырмыз ғой, сол УБТ-дан жоғары бал алып, өздерінің арман мақсаттарыңа жетіңіздер. Неге осыдан 40 жыл бұрын бізде осындай болып тұрғанбыз. Қазір осы 40 жылдық мектепке келіп, табалдырыққа аттап, Держись. жетіліп, бұнда біздер қамыз. Держись. Осы мектептен ұшып, жан-жаққа бәріміз тарап, 40 жылдан кейін кездесіп отырмыз. Бәріңізде де сапарларыңыз сәтті болып деймін. Аман болыңыздар, қайда жеткеніңіздер. Армандастар, көзде оты жанған жастар,
bunu çekeceğiz. Paslarına sultana gideceğiz paslarına. Buna gideceğiz. Buna kırmızı mı? Gideceğiz buraya. Oo buna. Şimdi Bonca, bu ne de? Bonca abisinin oldu, tiş özüne gerek. Tiş. Ne bu halimizde? Taras Şevçenko'dagi o'rta maktabining Mo'ynoq qalasındagi 1985 yılga müntesipleri bugün Mo'ynoq qalasida janjali Qozog'istonning janjalidan bo'lsa Qoraqalpog'iston janjaliga kelib o'zi кездесу o'tib yotib қазір ғана үлкен форматты жиын болды, содан кейін міне өздерінің оқыған сыныптарына келіп жиналып жатыр. Міне қараңыздар. 40 жыл. Bir адамның өмірі. Сіздер тек өзгермегенсіздер ғой, өзгермегенсіздер. Сәл ғана есейгенсіздер ғой. Өзгергенсің деп жатыр ғой. Өзгермегенсіздер. Videoga түсіріп берейін. Мына енді Арал теңізінің жағасында кезінде шомылған жігіттер мен қыздар ғой. Осы 40 жыл бұрын шомылған. Сол Арал теңізінің жағасында тұрмын деп елестетіп бұлар жақсы жерде отыр енді.
Так, сахнаға 1985 жылғы бітірген мектеп Тарас Шевченко мектеп бітірген түлектер қыздары 17-18 жастағы қыздар келіп тұрып жатыр деп. Келіңіздер ал. Мына керемет. Сіздер сәл ғана есейгенсіздер, сәл ғана. Әйтсе соғалып сақталғандар. Бір сұхбат беріп жіберіңіз. Мен журналистпін, Қазақстаннан келген журналистпін. Арнайы жалдаған мына қырғыздықтар. Сіз аты жөніңіз, қайдан келдіңіз? Осы Мойнақтанмын. Осы мектеп бітіргеніме 40 жыл болды. Құдайға шүкір, класстас достарыммен ұшырасып, бүгін мектепке келдік. Мектеп қадамына басқанымызға 40 жыл болған екен. Аты жөніңіз кім? Атым Амандосова Дина Абдиралиевна. Өте жақсы. Қалай кездесу сізге ұнап жатыр ма? Ұнады. Өте жақсы. Көрмеген қыздарым, достарымды көріп, бірге өскен класстастарымды көріп өте қуаныштымын. Өте жақсы. Бәріңізге бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін. Аяқтарымызды қайран басып жүріп несіп етсін. Дендеріңіз сау болсын. Қалған тағы да іс-шараларыңызда өте жақсы өтуіне тілектеспіз сізге. Тілектеспіз. Так, сізге мен Қазақстаннан келген арнайы мен корреспондентпін, журналистпін. Так, сіз мына мектепке жайша келдіңіз бе? Аты жөніңіз кім? Иә, 40 жылдық ат жөнін жаңа ұзақбай деген. Так, ал енді қазір қай жақта тұрып жатырсыз? Ақтөбеде. Ақтөбеде. Ақтөбенің өзінде семья бар, Құдайдың берген балдары бар, жетті, ойын салады. Осы мектепте сол қыздарымда оқып, ұстаздармен де сөйлескен. Кездесу сізге ұнап жатыр ма? Ұзақбай мырза, кездесу ұнап жатыр ма сізге? Ұнап жатыр. Бәрі күшті. Жақсы. Қалған Қалған адамдар келіңдер деймін ойнаққа. Осылай бізде сияқты тойлаңдар, сәлем беріңіз мектепке. Так, мен сізге арнайы Қазақстаннан келген журналист едім. Сұхбат алып жүрмін. Сізге аты жөніңіз кім? Қаяқтан келдіңіз? Мен Біржанова Нұрсұлу, 68 жыл, 13 апрель туған күнім. Аты жөніңізді айттыңыз ба? Аты жөніңіз кім? Нұрсұлу менің атым, Біржанова фамилиям. Қоңыраттан келдім, мына Қоңырат қаласы, 87 километр. Жақсы. Қалай сіздерге кездесу ұнап жатыр ма? Жүдә ұнап жатырмыз. Күшті бәрі. Рахмет қазақстандықтарға, бәріңізге де. Қалған кездесулеріңізде жақсы өтуіне тілектеспін. Жақсы. Сізге де сұхбат алуға рұқсат па сізге? Мен атым Нұрия. Фамилияңыз кім? Фамилиям Баутинова. Осы мектепті 85 жылы біткердім. 40 жыл болады. Өзімнің сыныптастарымменен мінекей ана мектебінде кездесіп жатырмын. Осы мектепте менің 45 жыл өмірім өтті. 10 жыл оқыдым, 35 жыл жұмыс жасап жатырмын. Осы мектепте істейсіз ба? Орыс тілі пәні мұғалімі. Жақсы, өте жақсы. Сізге енді кездесу өте ұнап жатыр ма сізге? Ұнап жатыр ма? Оны келген қонақтар айтсын. Жоқ, сізге өзіңізге қалай ұнап жатыр? Енді біз тырысып жатырмыз. Жоқ, өзіңізге кездесу, сыныптастарыңызбен, класстастармен кездескен ұнап жатыр ма сізге? Иә, 100%. Ұнап жатыр ма? Қалған келмеген класстастарға не айтасыз? Оларға дендері сау болсын. Ендігі кездесуде аман болайық. Кездесейік. Өте жақсы. Рахмет. Сізден мен Қазақстаннан арнайы келген корреспондент едім. Сізден бір сұхбат алып тастайсыз. Аты жөніңіз кім еді? Менің фамилиям Аманбаева Зулейха. 82-де оқыдым, жан достым мен. Қай жақтан келдіңіз? Осы Мойнақта тұрамын. Мойнақта тұрасыз, иә? Так, сізге кездесу ұнап жатыр ма? Сізбен мақтыбақ. Икіне болмасын. Қалған кездесулеріңізде қалған іс-шараларыңыз жақсы өтуіне тілектеспін. Жақсы аман кездесейік. Так, сізден Қазақстаннан келген мен журналист едім. Так, мынау мектепке жайша келдіңіз ба? Енді біздерде айтатын болса 40 жылдық деген мектебіміз бітірген жылымыз еді. Аты жөніңіз, фамилияңыз кім екен? Менің аты жөнім Сөніп Жаңабай деген. Бірақ көп оқыған жоқпын енді расында деген. Жақсы. Сізге енді кездесу ұнап жатыр ма? Аллаға шүкір. Ұнап жатыр. Қай жақтан келдіңіз? Тараздан. Тараздан келдіңіз. Тараздың қай жағында тұрасыз? Тараздың өзінде Құмшақал деген ауылда. Өте жақсы. Қалған іс-шараларыңыз бар, жақсы өтуіне тілектеспін. Жақсылап демалып қайтыңыздар. Біз арнайы Қазақстаннан келген журналист едім.
Сол енді мынау мектепке жайша келдіңіз ба? Biz bugün 40 yıllık uçraşı köşesine жиналдық. Мен өзім Шашықтан келдім. Аты жөніңіз, Мен фамилияңыз? Абдымұратова Дариға Наурызбаевна. Өте жақсы, өте жақсы. 1985 жыл бітірген мектебімізге бүгін міне 40 жылдан соң оралып, қуанышымыз қойнымызға сыймай жүріп жатырмыз. Кездесу ұнап жатыр ма сізге? Рахмет, жақсы өтті, зор Мына келмей қалған сыныптастарыңызға, класстастарыңызға не деп айтасыз, не тілеп айтасыз? Келгендер, келмегендер бәріне де сол аманлық, денсаулық, уақыт қошылық. Әмме уақыт осындай жүзіміз жадырап, жақсы күндерде ұшыраса бергейміз. Жақсы, рахмет, рахмет. Аман болып. Қалған шараларыңызға жақсы өтуіне тілектеспін. Әумин. Мен арнайы Қазақстаннан келген журналист едім, тілшімін. Мына сіз бұл мектепке жайшеге жүрсіз бе? Мен осы мектепте 42 жыл осы мектепте білім алып 42 жыл бұрын кеткенмін, 8-ші класс бітіріп. Аты жөніңіз? Аты жөнім Сәрсенбаев Қалихан Убайдуллаұлы. Қай жақта тұрасыз қазір? Мен қазір Маңғыстау, Ақтау деген жерде тұрамын, Маңғыстауда. Жақсы. Сол Ленинградта осы токарь маманының иегері болып, Санкт-Петербург қазір қаласында 85-ші училище, сол токарь маманын алғанмын. Сол токарь маманын жалғастырып 35 жыл осы маманда сол токарь темір жону шеберімін. Осы Маңғыстауда 36 жыл өмір сүріп келдім, соның 32 жыл мұнай саласында. Сол мұнай саласында мынау берген медальдар еңбегіміздің бағалап үкімет саласы. Сонымен яғылдейміз, 3 қызым бар, 1 балам бар, 2 қызымды ұзаттым, 3-ші қызым универ бітіріп жатыр нархозда. Құдай қаласа июльде дипломын қолына алады. Жоғары білім менеджмент саласын. Енді одан кейін балам физмат математик балам. Бұйырса IELTS тапсырады. Астанада английский универ Астана совместный сол не бітірсе, Құдай қаласа грантқа түсем деген уверен отыр. 6 уровеньге дейін екен, 6,5 уровеньнің сол IELTS-ның несін тапсырам деп отырған несі бар. Өте жақсы, Құдай Алла тәрбие бердік балдарға, білім саласын. Ал енді мынау сіздерге мынау кездесуге келмей қалған класстастарыңызға не тілек айтасыз? Енді ол класстастарға тілегім енді әркімнің әр несі болған шығар, бірақ келгісі келген әр жағдайда, әр өзінің несі. Бірақ мен ол жігіттерді, қыздарды енді ол бір Алла Құдай қаласа кездесеміз. Кездесуде 45 жылда Құдай сол нәсіп етсін. Ол 50 жылда көріп жатырмын мұнда. 50 жылда Құдай тағы нәсіп етсін. Сол өмір берсін, денсаулық берсін деймін. Жақсы. Енді осы кездесулеріңіз, мектептегі кездесулеріңіз ұнап жатыр ма сіздерге? Өте айрықша енді, көзден жас кетіп, сондай сезімдеміз енді, айта алмаймыз енді. Өте қатты сезімде енді, как балалық шақ еске түсіп. Жақсы, рахмет. Басқа да шараларыңыз жақсы өтуіне де тілектеспін. Мына жаққа, қара білді. Қыздар болса сабақ оқиды, мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар, қостай сайрап айналайын класстастарым. Мұғалима сабақ сұрап тұрған шығар, қостай сайрап айналайын класстастарым. Мектептегі осы ойнақ қаласында тұратын Бақтияр бауырымызда бір сұхбат алып жіберейік. Бақтияр, сізге мынау кездесу қалай ұнап жатыр ма сізге?
Сіздің аты жөніңіз, қол аты жөніңіз қалай? Бақтияр Аманқұлов. Аманқұл, иә. Так, енді мына келмей қалған класстастарыңызға не айтқыңыз келеді? Не тілек айтасыз? Келмеген класстасқа не айтамыз? Сол қырықжылдық әмесіне оң болсын, бала шағасына аманшылық. Өсіріп отқан ол қыздардың рәтін көріп, әйтеуір бақытты өмір сүрсін келіншегіменен. Келесі жолғы неге кездесуге келісін дейсіз ғой, иә? Иә, Құда қаласа бұйырса кездесейік 45 жылдықта. Алла қаласа, жақсы, өте жақсы. Мынау бұрынғы мына памятник неге дейін су болған. Ар жағына басып, ар жағына басып. Міне ақтарыңыз. Мерге дейін келген зат бар. Мына не жерде былай. Карта историясы мынау. Бүгінгі отырыстарың сәнді екен, қойылған тағамдары дәмді екен. Қанекей Қаратаудан алып тастаңыз іштегі қайғы мұңды басып. Қыз алтын жігіт күміс бойдағында шалқып бір ойнаңызшы мойнағымда. Мына біз Мойнақ қаласында мына Мен түрін түсінбейді. Мына Мойнақ қаласында келіп отырмыз. Не жерде керемет қырғыз кездесу болып жатыр. Мына Дариғаның бауырының кәкесінде Қосымбет, не? Мен Қосымбет. Дариға, мен Қосымбет. Күйеу бала. Қайсың? Мен орта жүз, қыпшақ, қара қыпшақпын. Қара қыпшақ. Дариға әлімнің қызы, иә? Қарақалпақ. Мен қазақпын онда. Ал енді керемет бір жақсы отырыс болып жатыр. Жаңа мына екеуміз баржамыз. 68 жылдан қыз алып отырмыз. Күйеу балаларымыз. Nazım. Aldım o. Var o. Kilo. Ne yaz birim bu? Dayında. Сенге қаржыға пұлың болмаса, İşte davul. Oy, жарайсың. Мағынасы керемет өлең екен, мағынасы керемет. Күшті өлең екен. Hay деген ай. Мына Мойнақта отырмыз. Құрметті жерге жиылып азаматтар басы құралған, сөйле деп Қосымбет барыңды, жігіттер бір тілек сұраған, сөйлесем телім әлия, дүниенің жүзің оралған, аңсағандарың сөз болса шығарайын жігіттер құмарды. Сыналған жастан мен жүйрікпін, тайымда оздым құнанымда шауып бай қалдым, 7 жасар жуанымнан жетімде шауып бай қалдым, өкпесе тексек шылардан халқымнан шыққан мен жүйрікпін, талай бір топта сыналған, сүйегім менің асылды, достарым көрсе қуанған, жасыл дүнием дұл алдым, сөйле деп жыршы барыңды, қапалы көңілің жұбанған, шайырдың сөзін тыңдасаң, қанаттарым шығар қанданып, бұлар уақытты тербетіп, халқымның көңілін ашайын, сөзімді сатып қолданбай, ойлы адамның белгісі, насихат сөз қолданған, тыңдаймын десең жігіттер, менде бір жорға ырғалған, елдің де аузы бір болса, бақыты асып нұрланған, елдің де бірлігі, ерлердің басы былғанған, ел алалы қысқартылған, айырмас басы шырмалған, жасыл күндері міндесіп, бір-біріменің күндесіп, сөйтіп құдай қырдалған. Ұят кетті ұлдардан, абырой кетті қыздардан, асырға баққан ұл мен қыз, абыройдан қорғалған, балам деп ақыл айтсаңыз, еттің қаны сұрланған, далаға шықса жас балдар, өзінен өзі қырланған.
жеш жаулап керіп пұтына, папиростығар орнына, қайырып шашын сыртына, сүйір тұмсық ботинка, жеңсіз көйлек шапленка, ата-ананың табысын киіп алып сырланған, бес алтауы қосылып, дүкенге барып жиналған, клубқа кеште барарын даярланып ойланған. Міне қышақтың Ой, жігіттері. бісміллә деген сөз басы, несібесі көп болар адамның елбасы. Ал жырауының толғасын, домбырасын қолға алсын, пәрдер болса тыңдасын, құрбылар болса қуансын, көптен бері көрмеген, көрсін сәлем бермеген, сағынған жар халқын жорғасын. Домбыра сөйлейді кейіпке, қара күшкелер білекке, батырлық келер жүрекке, билік келер ақылға, ақылды адамның түсінер, осындай айтқан ақылға, тіршілікке шарықтап, бастарыңдағы дәулетті өткізіп алған қапылда, қызыл менің жезтаңдай сөйлейтін жерде кешегі өткен заманда дін мұсылман аманда 300 болып бөлінді біздің қазақ халқында есептеген ел өтті атсамалтын өтпеген бекет деген бір өтті табын деген халықтан асаулырақ бұл өтті әуле өлмес деп едім қарақалпақтың ішінен құттышан деген бұл өтті білгір өлмес деп едім түркіменнің ішінен бақтың ұлы бұл өтті батыр өлмес деп едім сұлқарын суырып қынадан қапыда құлы өлтіріп әзіреті әлей шердетті сен солардан қалған жалғансың мен саған тіпті сенбеймін небір асылдардан қалғансың өмірі мың жыл сарп еткен әзіреті әлей нұқыдан келе жатқан бұл қани баянсыз болып сусыған ой алжастың басын айтайын әбіл мен қабіл екеуі ағайын еді бір туған әзәзіл шайтан азғырып араға салды бір думан әбілді қабіл өлтіріп содан бері келеді бұл зираттың өшпесі бірін бірі бағып сыртынан неше бір шайыр өткен жоқ шығарған жауап ұртынан құдіреті күшті кең алла құдіретің мені жараттың 18 мың ғаламды қалебімде бар ма еді өзгермей сірә тұрғаны шайы көйлек мәз болған басылмайды өзгермей жараттың сонша мақұлық тұра алмайды өзгермей жырауда жыршы бола алмас насихат үлгі сөз бермей осындай бір кез келгенде сөзден бір кезек бергенде мен емеспін сөзге де жаман жыршы белгісі сапырмалы ергідей ғалымдар айтқан нұсқада жаратқан дейді пендесін мақұлық дейді тағы да адамнан басқа өзгесін өткенше өмір өткен соң ақылмен жігіттер тыңдаңдар алдарында отырған қосымбектің термесі Ой, қышақтың жігіттері, молодец. Жарайсың, мына. Мойнақ қаласында, мына 1925 жылы, 85 жылы бітірген 40 жылдық кездесудің куәсі болып отырмыз. Осы Мойнақтағы жігіттер мен қыздар осы жерге ұйымдастырып жатыр екен, өте керемет демалыс болып жатыр мына. Өңкей бәрі бір-біріне өткен әдемі бәрі де. Бәрі 56-57 жастар деп айтамайсың, бір 55-тегі сияқты бәрі. 55-тегі сияқты бәрі. Ағарттан атқанша, жарық жұлдыз өмірі жарқ етіп бір күн аққанша, тақ пен бақтың өмірі жаңа иесін тапқанша. Күнім батпас демеңіз, күнің жетсе түн жеңер. Таңым атпас демеңіз, түн түнегін күн жеңер. Жұлдызым жанды демеңіз, сөнетін күнде тез келер. Тақ пен бақ мәңгі демеңіз, қас-қағымда өзгерер. Қас-қағымда өзгерер. Өткенде өтті демеңіз, есеп берер кез келер. Ақ тәніңнің өмірі топырақпен жапқанша, жаман достың өмірі күн үшін сені сатқанша. Махаббаттың өмірі басқа деп жүрек соққанша, айтылған сөздің өмірі өз жүйесін тапқанша. Ақылым жетік демеңіз, оны орайтын дана бар. Ақсүйек едім демеңіз, жүз орайтын қара бар. Шешен едім демеңіз, су жұқтырмас дара бар. Аппақ болып өтем демеңіз, ақақтан жабар жала бар. Жазасыз қалам демеңіз, оқ болып тиер нала бар. Мәңгілік екем демеңіз, есікті қаққан қаза бар. Қазаласа жаныңды періштемін демеңіз, бұзылса ниет тозатар, тазаласа жаныңды сабыр, шүкір, қанағат, ар ұят қана тазалар. Бажа, осынша қыпшақтар, қара қыпшақ дедің бе кеше? Қара қыпшақ, Қобыланды қара қыпшақ. Соның несін Негізінде аралықтар түбейе? Негізінде Қобыланды осы жақта бекендеген ба? Қобыланды қаяқты бекендеген негізінен? Қобыланды 15 ғасырда Алтын Ордада
дүниеге келген шығар енді. Қаяқта мекендеген ол негізінен? Қайда ма ол қаяқтан? Қоңырат емес пе? Жоқ, ол кім Алпамыс ол неде Қоңырат деген елінде жиі бар жерде. ол неде ғой жаңағы? Алпамыс ол. Қашқадария жақта ол. Бұл деген мына жеңгеміз деп аты. Сізде жеңеше ақыл қандай, ила қандай, бар болып тауып ішкен дүние қандай. Күйеуді осы бүгін сыйласаңыз боласыз, пайғамбарды сыйлағандай. Күйеуді осы бүгін сыйламасаң, өтпейтін пышақпенен тауып боласы шыбын жадың қинағандай. Ал енді сөйлесін Бұның маңдайын қайырып қойды. аяғын алып кетемін Мужчина болып келді ғой, окрашка ғой, тістеп алды. Достым, мен бұлармен көп отырдым. Ал достарым, мына отырысты өте жақсы өтіп жатыр. Көңілдегідей бәрі отырыстарымыз давам етеді. Алла қаласа ертең отырысты жақсы алып өткен өткізсек, аман сау елімізге қайтсақ, елге рахметімізді айтып, сөйтіп жақсы күндерде кездессек, айтатын тілейміз сол. Бәріңізге жақсы күндер болсын, тек кесек тойға жақсы күндер берейін. Қалихан енді атын атап бір ана жақтан күйеу деп жақсы бір сыйлығын беріп жатырған екенсің, иә. Алла разы болсын. Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек, жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек дегендей жігіттеріміз жасасын. Дұрыс, иә. Жылқы бірдей болғанмен шабысы бөлек. Адам бірдей болғанмен тағдыры бөлек. Жігіт бірдей болғанмен намысы бөлек. Дұрыс па? Қыздар бірдей болғанмен ләззаты бөлек те болған. Осы дәл бажа дәл тауып айтты. Өзі құрастырды оны. Өзі свежий қазір шығарды. Ер адамдарға басқа біреудің әйелі қыз көрінеді дейді. Біздер де бәріміз де сіздер де аналардан туылып отырмыз. Жүрсін Ермановтың сөзі бар ғой, Әйелдер мәңгі жасасын. Қай жерде мейлі, қай елде, әлемнің мәні әйелде. Шын мықты болсаң, оның да әйелгі бар дәлелде. Әйелсіз айтпаң әңгімен, әйелмен дәмді әңгімем. Сүйкімді болсаң, шынымен әйелің сүйсін алдымен. Әйелге мәлім көп сырын, сүрінсең, әйел деп сүрін. Бақытты сен де болмайсың, әйелге болсаң, жек сүрін. Әйелсіз қонды бақ қашан, әйелді түзілік отқасан. Әлемнің мәнін таппайсың, әйелдің бабын таппасаң. Әйелден ыстық от бар ма? Сол үшін түстік көк барға. Қарғағың келсе біреуді, әйелсіз өтсін деп қарға. Әйелімен құның өлшенер, Құдайдан кейін сол шебер. Бақытты сен де болмайсың, әйелің сорлы болса егер. Сырыңды соған ашасың, шөліңді содан басасың. Әлемнің мәні әйелде, әйелдер мәңгі жасасын. Bir canlı katına ne? Tastama bilmesi kalksama değil. Şaşır oğlum şaşır. Қалихан, сенің пакетің жол жеңіл болды. Сенің қара пакетің берекелі болды. Пакет те бар. Мүмкін де түс көрген ғой. Енді әйел басқаратын заманнан мүмкін де түс көргенде түсінен қорқып кетіп сырым биге барған батыр бір жағынан би сырымға айтқан мен түс көріп едім ей түсіңді сен жорып берші дейді. Түсіңді айт дейді. Түсімде бәйгеге қарғат қосқан екенмін. Қарғатта жоқ оралмады келмеді. Ізінен 30 ат жібердім. 30 атта жоқ. Келмеді қорқайын дедім. Соңынан 5 ат жібердім. 5 аттың 4-еуі жоқ. 1-еуі келді. Ол да шала. Келді да пышаққа ілінді дейді. Ішін пышаққа ілінді. Жылқының ішін жарып жіберіп едім. Ішіне қасқыр шықты дейді. Түсі ғой енді. Қасқыр шықты. Қасқырдың ішін жарып жіберіп едім. Түлкі шықты дейді. Түлкінің ішін жарып жіберіп едім. Қоян шықты. Қоян шапшып үркіп жатты анандай қуысқа. Ол не болған дейді. Ойланып тұрып. Әй, түсің қатты қиын екен. Мен түсіңді жорай алмадым. Сен не де болса ана үлкен қызыңа бар дейді. Соған қарағанда қызы ақылға жетіп болу керек енді. Қызы алыста атпен жүретін заман дүркіретіп қызына ат шауып кетеді. Қызына барып айтады, түсін. Қызы айтады, әкетай сен маған келмеуің керек еді. Сен маған келгенің дұрыс емес дейді. Түсте әйелге айтуға болмайды. Күйеуге айтуға болмайды, жиенге айтуға болмайды дейді.
түсті дұрыс адамға айту керек, дұрыс жору керек дейді. Түс үшке бөлінеді дейді. Аяни, адали, шайтани бол. Аяни деген түсіңе аян береді. Бар патия, зиратқа бар, аян береді. Адали деген түс, ол орындалатын түс дейді. Бүгін біреуді көрсең, сол адамды түсіңде көргенде өңінде де көресің да, ол адали дейді. Шайтани деген, қазір көрген түсіңді қазір ұмытып қаласың, таңға дейін неше түс көресің, ұмытып қаласың ғой. Бірақ ол шайтани дейді, ұмытқан түс. Жақсы түс дейді. Жақсы түс дейді ұмытқан. Енді сонша жерден ат шауып келдің, бос қайтпа дейді. Мен саған жорып берейін, мен әйел адамын. Заман келеді ғой әйел басқаратын. Бағанағы бәйгеге қосқан 40 атын, мұсылмандық 40 парыз орындалмай қалатын замандар бар алда дейді. Әкетай, сен өзіңде орындамай жүрсің дейді. 40 парыз түгіл 5 парызды дұрыс білмейміз. Дұрыс па? Кейінгі 30 атын 30 күндік ораза тұтылмай қалатын уақыттар бар дейді. Кешегі шілделерде ешкімді тұтқан жоқ. Дұрыс па? Содан кейінгі 5 атын 5 уақыт намаз, 4-еуі қаза болып таң намазға көшетін заман келеді дейді. Ол уақыттарда өтті таң намазы. Ал жылқының ішінен шыққан қасқыр не деп, содан соң елді қасқырдай қанайтын заман бар алда дейді. Баяғы ашаршылық қылып қанады. Қазірде қанап жатыр, асфальт сал десе жеп қойып қамалып жатыр. Бір ана Мойнақтағы больницаны П болып салынатын больница Г болып та қалды. Қанап жатыр. Сөйтіп қасқырда елді қанайтын заман бар деген. Одан кейін түлкі не деген екен? Содан соң түлкідей халық бір-бірін алдайтын заман. Қулық заман келеді деген. Алдап жасайтын заман бар деген. Содан соң қоян, одан соң халық үркіп қорқып жасайтын заман бар. Қазірде қорқып жасаң, блогерлердің бәрін қамауға қазір. Ешіне сөз айта алмайсың, политика айта алмайсың, политика отырсың ба сен дейді апарып. Политика айтатын ешкім емес біздер, дұрыс па? Біз мына қордағымызды дұрыстап жеп алайық. Сөйтіп жорып берді алда. Ондай замандар бар деп. Ане қызы. Келіп тұр ғой енді бәрі. Бәмен жүріп бұнаға? Жоқ. Ал мына мен баржамен келе жатырмын, Мойнаққа кіріп келе жатырмыз. Сыртта жаңа ненің жағасында демалдық. Судың жағасында Маевкада болдық. Мына Қайраттан Бақтияр бар, мен баржам бар. Демалып келе жатырмыз. Қызара бөртіп келе жатырмыз деп. Аралдың қыздары, Мойнақтың қыздары, жігіттері. Сүйгенімнің жолына кеше күндіз мен қараймын. Şallanamam oynaymanay, şağada gülden şaynaymanay. Şallanamam oynaymanay, şağada gülden şaynaymanay. Kökten çıkan kazlara yaşla selemmen jolaymanay. Kökten çıkan kazlara yaşla selemmen jolaymanay. Motor hayal aylagan bizim savur yarım ekenay. Motor hayal aylagan bizim savur yarım ekenay. Bizim savur yarım
сауап тілейік. Сол бар болса да жоқ болса да сол шүкірлік етейік бір-бірімізге. Сіздерді жақсы көрем, айта берем, мен жақсы көрем деп өткен шын жүрегімнен жақсы көрем. Мен жүрегім өткені кем. Сол Өмен аға менің, Назима, рахмет, үйлеріңе бар уақытта осы үйлеріңе әрбіріңіздің берекетті болып келсін. Сол семьяңызға бар уақытта тыныштық болсын. Жүректеріңіз бар уақытта қуанышта болып, ауырмаңыз, елдеріңіз сау болсын. Сол бәріне жеңіп шығыңыз әдеде, сол ауырмаңыз, жазда жақсы өтіп шығыңыз, қысқа дейін әсте-әсте жетіп бара беріңіз. Сөйтіп 80-ге келіп қалыңыз, 80-ден кейін ары қарай 90-100. Соны тілеймін аға. Сіздерді жақсы көрем аға, сыйлағаныңыз үшін рахмет Дина деп. Кеуілім көтеріп қалды, көтеріліп қалды. Мә, мен деген вообще ұшып кетейін. Рахмет сыйлап атыр, рахмет. Зина, мен сені сүйем. Мен отанымды сүйем. Отанымды сүйем. Мен сендерді сүйем. I love you. Жаңа айтып жатыр да, кеше сүйіп айтты ғой. Сен айтады оны деп қояды да. Тағым сөйлейді. Назима, сізге рахмет. Бәрін шақырып. Балат көрді. Балат қыздар, жігіттер, сонша жерден километр жерді басып, кластастарды көрейік деп келгендеріне рахмет. Үйлеріңде, семьяларында бақыт болсын, бәріңе денсаулық тілеймін. Қарақалпақстан Республикасы Мойнақ районына Тарас Григорьевич Шевченко мектебінің 40 жыл бұрын бітірген түлектер, ағаларымыз, апаларымыз, орындарымызды елейік. Тағы да бүгінгі кездесу кешімізді, мерекемізді бастайық қане. Операторлар, музыканттар орнымызды елейік. Бүгінгі мерекені бастайық. Қолдарымызда спискі бар, сол списік бойынша, сол тізім. Апа, сынақ беріңіз ба? Сынақ беріңіз ба? Ал музыканттар дайын. Операторлар дайын ба? Григорьевич Шевченко мектебін бітірген түлектеріміз, ағаларымыз, апаларымыз. Бүгінгі 40 жылдық кездесу мерекелерін құтты болсын, қолы шапалағайық. Ал енді біз де сағынып тұрмыз, сіз де сағынып тұрған шығарсыздар осы біздің ағаларымызды, апаларымызды. Бір айтқанда кластастарды ортамызға шақырайын деп тұрмын. Сіздер болса қолдап тұрасыздар деген ойдамын. Ал олай болса бірме-бір ат-ат, фамилия шақырамын. Сіздер болса әрбір шыққан біздің түлектерімізге қол шапалап ұрып тұрасыздар. Олай болса ортамызға шақырамыз. Аймағамбетов Әділхан, Беркімбаева Гүлжан. Билеп, қолдарыңызды көтеріп. Әлімбаев Кеңес, Бауытинова Нұрия. Шапалақ қайда? Ермелева Абат, Тілеумұханова Назым. Шәмшебі Олатбай, Әбдімұратова Дариға. Сәрсенбаев Қалығы, Жұмағамбетова Назима. Аманкулов Бақтияр, Елмегенова Ақтеңге. Жиналиев Ұзақбаев Тұрмайға Рита. Үсенов Жаңабай Мәмбетқылайға Дариға. Жаңабергенов Пайбелді Құдайбергенова Роза. Саидиев Майранбай Абдыкадирова Роза. Паршанова Нұрсұлу Амандосова Дина. Төреева Бақыт Әлиева Тамара. Ертуова Света Аманбаева Зылиқаларға. Қол шапалақтарыңыз.
жылдығына нефтяник күндері. Жұғысты болсын аға. Рахмет, жұғысты болсын бізге де. Ал, 32 жыл еңбек. 32 жыл еңбектің арқасында осындай ордерлерді алған қол шапалақ ұрып қояйық тағы класстасымызға. Ал бүгінгі 40 жылдық кездесуге келдіңіздер, көңіл күй қалай? Бірінші сұрайыншы, көңіл күй қандай? Рахмет. Енді бірден сұрайын, класста класском кім болды? Негізі оқыдыңыз ба негізі? 5-ші сыныпта кетіп қалмадыңыз ба? Рахмет, сіз білетін сияқтысыз бар ғой, кім? Жоқ, мен білмеймін. Шынымен де класстастарды шақырдыңдар ма негізі? Жинап келе қойыңдар сендер деп шақырған жоқсыңдар ма? Аға, сіз білетін сияқтысыз ғой. Класском ба? Класском болды, бірақ ол дүниеден өтіп кетті. Дүниеден өтіп кетті, о да. Ойбай, дүниеден өткен адам. Ойбай, мынау. Мынау. Есіміңіз кім? Гүлжан. Гүлжан апа. Санитар кім болды класста? Сіз? Мен? Есіміңіз? Құдайбергенова Роза. Құдайбергенова Роза, санитар. Осы апамыз тырнақ астынан кір іздейтін адам болған, иә? Рахмет. Бүгінгі мейрам, бүгінгі 40 жылдық кездесу құтты болсын баршаңызға. Ал енді тағы да бірдеңе сұрайын. Осы Мойнаққа осыдан неше жыл бұрын көп кемегендер бар ма? Көп жыл болған, кемегендерде көп болған. Кім? Жаңа баяға келді ма негізі? Біреуіңіз көрсетіңіздерші, мен басым ауырып кетті. Так, сұрайық. Неше жыл болды? 26 жыл болды ғой. 26 жыл. Өзгерген ба Мойнақ? Иә, керемет болды, керемет. Танымай қалдыңыз ба? Обязательно. Класстастар не? Класстастарды енді өтті. Танисың ғой енді қайсы. Көз өзгермеген иә бұрынғы. Жақсы айтамын. Класском сіз неше жыл болды? 29 жыл болды. Машалла. Қайдан келіп отырмыз? Қазақстаннан. Қай жерден? Жамбыл облысы. Жамбыл облысы Шудың бойында. Сені іздедім, бәрі ойымда. Үміт үзбедім. Рахмет. 29 жылда бір келіп отырған класстасымызға да қол шапалақ ұрайық. Негізі оңай емес, сонау Қазақстаннан келіп, қуанышты бірге бөлісіп, сағынышпен келіп отырсыз ғой апа, я солай емес пе? Ал, енді бүгінгі кездесуді әдемі бір тілекпен бастап алайық. Мына Қазақстаннан келген достарымыз бар. Қазір бір 2 жігіт, 2 қыз шықсын, иә, кластың қыздарынан, жігіттерінен бар ма? Келіңіздер, қане. Тұрып түсіне өтіп айтсаңыз да болады негізі. Келіңіздер, қане, 29 жыл бір несі. Келіңіз аға. Тағы да бір жігіт шықсын қасынан. Сіздің келіңіз. Сіз Қазақстаннан келдіңіз ба? Ой, біздің Жамбылдан келген ұқсайсыз. Рахмет. Ал, тағы да бір қыз бар ма? Осы класстастардан. Дариға апа, келіңіз, мен сізді. Жоқ, негізі бұлай, рахмет. Денсаулығына қарамай осы класстастармен
2. Сал күміс алатын. Айтылды. 2,5. Еркек елдің иесі. 2,99. Есі, әйел есі. О, молодцы. Аға кішкене ойланыңыз. Көктемнің уақытысы ғой, жаз кетті. Жаңбыр, жауын жер көгеді. Батамен. Жер көгеді. Молодцы. Еттің дәмін келтірген. 2. Еттің дәмін тұз келтірер. Сорпаның дәмін. Елдің сәнін Жоқ. қыз кетіреді ма? Ойбай, алдыға түсінеміз. Пусть, ладно, сол бар деп ойлайық. Ешкімге айтпаймыз бірақ, сондай деп айтты деп, иә? Кет. Сорпаның дәмін ет келтіреді деп не? Екі елдің біріктірген қыз әулие. 2. Еттің дәмін келтірген тұз әулие дейді. Саған не айтсам. Қоянды қамыс өлтірер, жігітті намыс өлтірер. Молодцы. Енді айтпаймыз, аға, қосымбетаға сіз қатысатын ой деген негіз, Константин Ермеш. Оттан да асты. Ойбай, кетті ал. 1. 2. Нанның мұсағында нан деп болып жүрсе, әзір. Нан ұсағын жинасақ, қайттан мұқан болады. Айтқан жоқ кезінде. Ондай нақыт жоқ қойға. Жоқ па, әсіл деп айтып отыр, молодец. Ұсақты жинай берсең, қайттан боқанға болады дейді. Оттан да асты. Ойбай, айтсыз ғой. Сіз айттыңыз енді, суды жинасаң 5 литрлік баклашка болады деп. Айтып қойды. Оқу. Инемен қазға. Білім бұлаға. Айтты, онам айтты. 2. Оқу инемен құт қазғандай. Оқу инемен 2,5. Ер туған жеріне, ит тойған жеріне. Ер туған жеріне, ит тойған жеріне. Қосыламыз ба? Керемет. Рахмет. Ал енді аға сіз жаңағы нанды жинай берсең боқанды болады деген ағамызға енді. Мынау енді біздің Мойнақты ағай. Мына подаркының аты бар. Сіздер енді Қазақстанда не дейді мына подаркына? Бұған шай біресе салған. Сол, көк шай, қара шай, тұз деген бізде аты, есімі сондай. Көк шай, қара шай, тұз деген подарканы ағамыз жеңіп алды. Рахмет. Ал енді бірінші орынды енді жаңағы жәрдем қылып, әйтеуір не қылып бердік әйтеуір. Рахмет. Көчен апамызға қол шапалағып қоямыз. Рахмет. 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 Гүлбағыма сенде бірге жүр жаным, өзімде емес сезімімді тыңдасам, жүрегімнің табар мекем жұмбағын. Жылдар қайтармаған, бақытымды байқалмаған, сезімімді айта алмаған, ол күндерден не өкініш